Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дауысы дәуірмен ұласқан. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен таныс болайық. Өлкелік, темір жонушы, сұрғылт жүз, ауыр мінез. Жазылым тапсырмасы, екінші тапсырма. Суреттерді пайдаланып, шағын мәтін құра. Жазылым тапсырмасы бойынша дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтін құрайды 2 балл, сөздердің орын тәртібін сақтайды 1 балл, жаңа сөздерді пайдаланады 1 балл, жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. 15-ші тапсырма, айтылым тапсырмасы. Ғабиден Мұстафиннің сөзіндегі ақпаратты қазіргі Қарағанды туралы мәліметтермен салыстырып, Қарағанды кеше және бүгін деген тақырыпта ой бөлісіңдер. Мен келгенде дейді жазушы, Қарағандыда 5-6 жаман барақ қана, 30-40 жұмысшы ғана бар еді. Олар көмірді қайламен қазып, сыртқа темірмен шелекпен, қол бұрау арқылы шығаратын. Шахта дегендері бір ғана құдық. Ой-бөліске қойылатын талаптар. Тақырыптан ауытқымау, берілген уақыттан асырмау, сөз әдебін сақтау, тіл сауаттылығы, көркемдеуіш құралдарды пайдалану, өзіндік ойы мен көзқарасын жүйелі жеткізу. Дескриптор кестесі. Берілген тақырыпта ой бөліседі 2 балл. Ғабиден Мұстафиннің сөзіндегі ақпаратты қазіргі Қарағанды туралы мәліметпен салыстырады 2 балл. Тіл тазалығы 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.